Қазір біз Байқоңырда отырмыз, Зәмзәм деген жерде. Керемет. Шоттары келді мінекей. Ешқандай да пайыз жоқ. Дәл осылай болу керек. Мынау енді меню. Менюында ешқандай да пайыз қосылады, анау деп айтып тұрған жоқ. И және де ол қазақтар ғой негізінде, молодец. Ешқандай пайыз қосып отқан жоқ. Керемет. Тамаша. Бүгін Байқоңырдамын. Байқоңырда Зәмзәм деген ресторанда болдым. Тамақтандым. Ешқандай процент алған жоқ. Меню, мысалы менюді келіп қарайтын болса, егерде жаңа қызмет көрсеткен үшін процент алынады деген ешқандай жазба жоқ, ондай жоқ. Сөйтіп сұрамайын ба, неге олай, неге өйтіп отырсыңдар деп, әлде солай ма деп, өздері ғана қойған. Себебі неде, бауырым? Себебі бұл заңсыз екенін біз білеміз, сол себепті біз бұл обслуживание қоймаймыз. Керемет. Тамаша нәрсе, тамаша бастама. Дәл осындай нәрсені барлық ресторандар осыны үлгі тұтса екен, өйткені процент қою ол заң бұзу, тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңды бұзу. Одан бөлек көптеген заңдар бар, біздің құқықтарымызды реттейтін, соның бәрін бұзып болып табылады. Ол жөнінде мен айтып жүрмін. Алла разы болсын Зәмзәм ресторанның иелеріне, қызметкерлеріне. Красавчик, братаны дейді. Рахмет. Айтпақшы, Зәмзәм рестораны бұл әлі іс жүзінде салтанатты түрде ашылмаған екен. Салтанатты түрде ашылу қашан болады? Мына жерде қыздарда бәрі керемет. Сосын айтпақшы, намаз оқитын жерлеріңіз тіпті тамаша екен, ол жерде көрдік. Осы сенбіде бола ма? 27-ші нешеде сағат? Түсті 2-де ма? 3-те болатын шығар, е? Сосын сырттағы да бола ма? Летний ашыла ма? Иә. Керемет.